Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өзбек халқының сүйікті тағамы хамир хасиб деп аталатын тағамды пісіретін боламыз. Өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыз. Керек ингредиенттерді төменгі описаниеде қалдыратын боламын. Ең алдымен біз қамырын илеп, иін қандырып қоюымыз керек. Ол үшін ұнымызға, електен өткізілген ұнымызға бір жұмыртқа, бір шай қасық тұз салып араластырып, жылы суымызды құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, я болмаса салфанға салып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Фаршымызға майдалап пиязды турап саламыз және тұз бұрышын қосып араластырып аламыз. Одан кейін жартылай піскен күріш саламыз, бірақ менде осы видео салынбай қалыпты. Мына жерде анықтап қарасаңыздар, күріш бар арасында. Осымен салмамыз дайын. Енді ие қанған қамырымызды жаятын боламыз. Тура мантыдағыдай жаясыздар. Қалың болмай, кішкене жұқалап жаятын боламыз. Құрметті көрермендер, менің видеоларым сіздерге аз да болса пайдасы болып жатқан болса, каналымның әрмен қарай жоғары деңгейде дамуына үлесіңізді қосып, видеоға лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп қойыңыздар. Енді жайылған қамырды дәл мантыға кескендей кесетін боламыз. Қолымызбен өлшей отырып, 4 бұрышты етіп кесеміз. Міне видеода көрсетілгендей қолымызбен өлшеп 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Одан кейін бірінің үстіне бірін қойып, тағы да 4 бұрышты етіп қолымызбен өлшеп бірдей қылып кесетін боламыз. Енді салмасын салып түйе береміз. Салмасын шетіне саламыз. Енді мен салмасын шетіне салып, видеода көрсетілгенде қамырдың ұшын одан кейін екі шетін ішіне қарай қайырып ораймыз. Ешқандай қиыны жоқ, оңай. Міне тағы да видеода жасап көрсетіп жатырмын. Анықтап қарап отырыңыздар. Міне бәрін жасап болды. Енді мантаваркамызды майлап, осы хамир хасибтерімізді қойып шығатын боламыз. Осы орайда мантаварканың астына сойыларымызды құйып, қайнатып аламыз. Бетін майлап шығыңыздар, одан кейін беті кеуіп кетпейді, жұмсақ болып шығады. Енді подливын дайындайтын боламыз. Мантыға дайындағандай пияз сәбізін қуырып, су құйып, томат пастасын салып, 1-2 минут қайнатып аласыздар. Міне хамир хасибіміз дайын болды. Өте дәмді, ерекше дәмі бар. Күріш, бұның арасында фаршында күріш болғандықтан өте дәмді, тойымды тамақ болып келеді. Бұрын әзірлеп көрмеген болсаңыз, жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басып, подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.